Бұхар бабам киелі сөз мекені, мәшһүрданам ескен кеме желкені. Жүсіпбек пен Сұлтан Махмұд Нартолға менің жерім Алашұран семсері. Қара шаңырақ Ахметов ордасы, мың жастарға ұстаздықтың жолбасы, менің дағы 26 жыл тер төккен мейірімге толық қанды ортасы. Әр сабағым басталады ақ сөзден, жалғасады ол әңгіме жан сырымен. Әр кезеңі ой қозғауы, мағына ашу, ой толғау, әсем сөзбен сырланады оюмен. Шаршамаймын қайта-қайта қайталап, сезімдердің пернелерін мазалап, тым болмаса бірден қалса жүректе, ол мен үшін ерен жеңіс ғажабақ. Сол дән ертең айналады тамырға, жапырағы жайқалған орманға. Әр жапырақ бір-бір жүрек оянған, мейірімді бере білген балаға. Әр ұстаздың осы болмақ мақсаты, мейірім етпек бала жанын бақытты. 33 жыл сол мейірім байрағын биік ұстап келем әркез айбатты. Қоғамдағы ұстаз тек қана ұстаз емес, сонымен бірге қоғамның белсенді мүшесі, қоғамның қозғаушы күші. Осыдан бірер жыл бұрын мен өзіме сұрақ қойған болатынмын. Менің қоғамға ұстаздықтан басқа қандай пайдам тиюі мүмкін? Әрине, мен қазақ тілі әдебиеті мұғалімі болғандықтан, өзімнің қоғамға деген пайдалы ісімді де осы қазақ тілі мен әдебиетінен бастаған болатынмын. Осылайша отанына деген ерен махаббат, мейірімнен бастау алған шапағат, тілге деген махаббатым тағы бар, ор қорланса менде дағы жоқ тағат. Алаш бастап кеткен тілдің тағдыры, көтеріліп келеді жылдар сындарлы, жас ұрпақтың бар мүшесі сол тілді мейіріммен, отты сөзбен жырлайды. Қазақ тілім, дана тілім айбатты, мойындатты бәр әлемге қазақты. Ресей елі қара суықтың ұжымы сені бүгін кәдесіне жаратты. Бұл дегенің тілдің өскен деңгейі, қазағымның көтерілген мерейі. Ұлттық банк, мемлекеттің тірегі, тілді олар білу керек міндетті. Сол мекеме мүшелері қызыға бір адамдай жұмыла тіл игерді. Сонымен мемлекеттік тіл бүгінгі таңда мемлекетіміздің ең өзекті мәселелердің бірі. Сол себепті мен де өзімнің қоғамдық жұмысымды мемлекеттік тілдің дамуына, мемлекеттік тілдің өркендеуіне арнаймын.